Ассаламу алейкум достар. Бұл Грузиядағы автобазар Автопапа деп айтады екен. Әлі сол жерде жүрміз. Игілікке не өзінше болып тұрсың, бері қарасайшы. Игілікке микрофон жоқ. Ай бәсе, бірдеме есің кетіп тұр әйтеуір. БМВ көрсе есі кетеді. Бәке де есі кетіп жатыр БМВ-ға. Білсем, Гүліге бірден біліп жүр екенсің. Мықты эксперттердің өздері БМВ-ға есі кетіп жүр ғой. Көрейін. Бірдеме санап жатыр. Мына жерде бірі БМВ емес, бәленбай БМВ тұр. Қырғын БМВ тұр ғой. Қайсы екен? Қызыл керек па, қарасы керек па, көгі керек па. Олар бөлінеді екен солай. Это айбак нет. Алды бәкен солғалысы жатыр. Не алдайды бәке? Не дейді? Сөйлес. Ойбай деп брат қайтып жатыр, страшно ғой деп. Бағасы ма? Бағасы саудаласуға болады, бірақ машинаның жағдайын көрсетіп жіберейін сіздерге. Винкодын теріп едім. Иә. Машина былай шықты, қараңызшы, машина жанып тұр, иә. Мынау машинаның дейінгі күйі, дейінгі. Америкада осылай болған екен. Бірақ машина шыттай былай қараса жақсылап дайындаған, но бірақ бұл біздің тексерістен өтпеді. Көрдің бе қандай? Қарасаң қандай машина болып тұрды? Иә. Қарасаң новый. Мына жалтырап тұрған жоқ па да? Бұлар өздері де білмейді ғой да, негізі? Жоқ, біледі бұлар винкодпен қарайды. Енді мынау байқасаңыз, өздерінің мініп жүрген машинасы ғой. Оларға кезінде арзан түскен болуы мүмкін. Солай мініп енді жайлап сатқысы келіп тұр ғой. Кто будет давать? Дешево. Бұл перегрузчик біз өзі мініп жүрген машина сатып ма? Бұл менеджер бұл. Базарда менеджерлер ғой. Не открыто. Айрбак не открыто. Вижу. Ашылмаған дейді. Айрбак ашылмаған, бірақ Состояние вообще, вы видели вообще, в каком состоянии была эта машина? Да. Нет? Видели? Ағдай, чистее. чистый Carfax дейді, осыны бұлар чистый Айрбак не дейді. открыто. Здесь вообще... Ол двери хороший поставили. Осында Оригинал. дейді, Қалай клиентке көрсетеміз. мотор деген бітіп болған ғой, онан дейін. Енді жарайды, мотор нетпесе де мынау детальдердің бәрі. Сонда қисық болып Қой, отыр. басқасын керек па? Кеттік басқасына. Осындай жағдайлар болып тұрады. Сол үшін асықпау керек. Бірінші не асықпау керек? Көп адамдар ондай білмейді. Винкодын қарау керек. Біле, винкодтары Бірнеше тарихы болады машинаның. Оны да қарау керек. Қанша торг болған, бір ғана торг болған екен. Subaru қараймыз ба? Қазір Subaru просто дейді ғой. Жақсы, қарайық. Болады қарауға. Қазақтың көзі енді болып жатыр. Қасындағы бәкең жоғалтып алдым. Анда солдың 8-ші сектордамын дейді. 8-дің қасында келді. Таба алмай жүрмін енді. Қазақтың бәрі болады. Енді мына жігіт келіп тұр. Не іздедің, қандай машина іздедің деп айт дейді. Мына Camry'ді ұсынып тұр. Мына Camry'ді 55-тік екен. Қанша деп тұрсыз? Сколько просите? 9500? Вы что? 17-й? Қанша деді? Мәссаған. Кішкене енді көреміз, сөйтіп қоймасаң, мәссаған деп қоймасаң, болмайды ата. Бәкеңді қазір тауып алайын, жалғастырамыз. Ой, бәкең дәріңді таптым мына жерден. Бұл жақта бақа қарап жүр екен. Нағыл деп жатыр бақын. Қалай, саудаласып жатсың ба? Микрофонды қараш, қосылып тұр ма? Жанып тұр ма? Жағы жөр басып. Нағыл деп жатыр мына бақа. Бұл машина сыртынан қарағаныңызда маған ұнаған. BMW X5 ғой. Ештеңе айта алмай тұрмын, бәкең өзі қарасын айтсын. Жылтыратып жақсы дайындаған. Иә. Бірақ өкінішке орай алды бағанағы қарағанымыздай қатты соғылған екен. Винкодтан оң жақтан қатты соғылған. Айырбақтар Айырбақтар атылып кеткен. Осы машина мынау? Осы машина айта алмайсың да. Көліктерді байқап алмасаңыздар, осындайлары бар. Сыртынан ұнап тұрады. Бәлки мотор коробкасы жақсы, бірақ дегенмен соққы қатталған. Оны да тексеріп қарай аласыңдар да, моторын да? Иә, қараймыз, тексереміз ғой. Түсіріп алыңыздар, қарай қойыңыздар, жаңа көрсеткен машина осындай болады. Ондай көліктерді біздер ұсынбаймыз. Неге? Ұят болады бұндай алып барған. Иә, ондай көлікті ұсынбаймыз деп айтыр. Ана өзі көрсетіп тұр ма ашып, осындай болды? Иә, өзі көрсете қойшы деп айтқам, көрсетті. Оған да рахмет. Жақсы дайындаған, дискілерін салған, 21-ші размер. 21 деме?
өзі айдайым деген адамдар болмаса маған бәрібір Енді айдап тастаймын. бірақ ұнап тұр көлік десе алуға болады, дегенмен ұсынбаймыз бұны. Біз қазақтар біраз мінгеннен кейін сатуға шығарамыз ғой. 1 жыл, 2 жыл, 3 жылдан кейін. Сол кезде бәрібір көрініп клиент тұрады. сата алмаса, ол кезде бізді боқтайтын болады. Көрініп Сол тұрады. алып беріп еді деп. Енді әрине өте төмен баға берсе алуға болады. $10,000 берсе, бірақ оған Неше деп бермейді. тұр қазір? $13,500 дейді. 13,5. Манағы айдап келдік қой, алдында кешегі видеода айдадық қой біріне. Оның несі қандай болды? Ол ем пакет, оригинал. Жоқ, ана соғылмаған ба? Ол родной краскада болды. Оның бір ғана минусы Винкод қараныш. артқа Төртеу емес дедің ғой, винкодтың қараныш. артқа ғана винкод қараған жоқпын, ол красленбеген, қарап керек емес, қарадым. Қарауға болады, но задний привод болғаннан кейін қатты ақтармадым да ары қарай, бірақ краскасы родной болды. Краска өзінікі. Мынандай екінші машина сондай болды. Керім, әппедем. Жақсы дайындаған дөңгелектері, дискілері. Өзің не болушын? Лунатик болып жүрмісің? Ютубтан прям өйдірсің ба? Есімі не сен? Бар ма, қазақтар кіріп жатыр ма? Есімі не? Есімі не? Қызық болып жатыр достар. Тиктоктан прям ойға шығып едік қой, сол кезде нетіп жатыр. Біздің Қазақстанның адамдарына көрінбей жатыр. Осы Грузияның адамдар жазып кіріп жатқан солар болып кетіп шығып кеттік. Мына қызыл машина. Гүлөке саған машина қара деп жатыр. 56 мың ғана жүрген. Иә. Тексеріп қараймыз деді. Бағасы 5 миллион теңге. Ой, ассалаумағалейкум мәке. Ассалаумағалейкум. Қалай жадыңыз? Уағалейкум ассалам деп қойыңыздар. Так, Грузияда жүрмін ғой мен. Арзан машина керек пе дейді. Біздер айтып отырмыз. Арзан машина Габбар, жоба ғой. Соған айтып жатқандары. Мына машинаны айтып отырса, вот эта машина вы сказали, да? Вот это крыло крашеный 104 Lexus қандай? 104 пробег, мына жер крылосы ғана боялған дейді, өте жақсы жағдайда деп жатыр енді. 23-24 дейді ғой бірақ, дейді. Біздің бәкең не дейді? Оны қазір өзі айтады. Мына Subaru'ды. Subaru да, это Subaru. Subaru Outback. Сіз өзіңізге ма? Болды. Достар, ана қараңыздар, Қазақстанның жалауы желбіреп тұр енді. Көк ту деген. Так, Subaru'ды мақтап жатыр кісілер, қарап жатырмыз. Алды соғылмаған. Краскасы өзінікі. Крыло да өзінікі. Крыша өзінікі. Есіктерінің краскасы өзінікі. Артқы крыло да өзінікі. Вот сзади это. Багажник өзінікі. Қарап келатқанда ол кісілер айтты, мына крыло боялған деп сразу айтты. Иә, жаңада маған. Артқы крыло боялған екен. Винкодтан қарауға болады. Мынада қараңыз, өзінің наклейкаларымен тұр, боялмаған. Бұның жақсы жері универсал, сосын комплектациясы лимитед екен. Кожа салонда. Кожалардың салондары да жақсы жағдайда сақталған. Енді пробег 100 мың ғой, көп жүрмегеннен кейін осылай болады. Дөңгелектері жаңа. Транзитпен жүретін әдемі жақсы варианттардың бірі екен. Бағасы не деп тұр? 7200 деп сұрап тұр, енді саудаласуға болады бұл кісілермен. Ол баға қалай баға өзі 7200 деген? 7200 енді жағдайына қарап сұрап тұр. 6,5-дарға береді ғой енді. 6-ға түссе. Автозавод кісі бар дейді. Limited Outback. Бұл өте жақсы оппозитный моторда. Да, алып кетуге болатын заттар. Неше деді? Батыста мінуге жақсы вариант. 6,5-дарға түседі ғой енді, пока саудаласқан жоқпыз. Ржавчиналары жоқ. Онға шығайын тұрмасын да? Санау керек оны, иә. Енді 3,5 жобасы ғой. Объем қандай? 2,5. Жақсы ғой. Иә, 2,5 жақсы мотор. 2,5 универсал биік. Асты биік. Өте жақсы. 6,5-ға берсе. Жоқ, $6,5 ғой. Сол 6,5-ға берсе. 3 миллион жарымның айналасында, иә. Мінекей достар, 3 миллион жарымға көлік керек болса, міне. Керемет көлік, өзіне сай. Бір ғана деталь арт крыло боялған, қалған бәрі өзінің краскасында. 6 миллиондайға шығайын тұр ғой. Иә, солай бар, иә. 6 миллиондайға шығайын тұр, болады. Нормально. Негізі бұл жақсы машина ма Subaru? Жақсы машина бұл. Пробег те жақсы. Бұзыла бермей ма? Иә, 100 мыңның айналасында алуға болады. 200 мың миль енді көп бұларға.
ата 100 000 мильмен алуға болады. Ал достар, сіздерге ұнап жатса айта қойыңыздар, мына дұрыстап қараймыз. Егер алам деген. Ұнап жатса жақсылап тексеріп қарауға болады. Иә. Суппорттары, тормозный дисклері бәрі таза деп айтып отыр. Дөңгелектерде жаңа. Менде 2 адам Camry 50 сұрап жатыр. Camry 50 міне осы жерден көрсетіп жіберейік міне. Так, міне Camry 50 керек болса. 14 жылғы лобовой родной екен, капот краскіленген. $7300 сұрап тұр. Комплектация велюр екен, LE. $7300. Қарап жатыр да Camry 50. Краскасын қарап отыр. Анда естімей сен қайталап айтып тұрмасаң жоқ. Ескі кілтеулі тұр. Капотпен мына крыло боялған. Винкодпен қарау керек. Бұлай түрі жаман емес. $7300 сұрап тұр. 14 жылғы, онда саудаласуға болады. Капот ашып тұр екен, қарап. Мотор ашылмаған. Қойшы. Лонжерондары бәрі орнында. Телевизорлері орнында. Майысқан жерлері көрмейді. Түртіп алған, жырып алғандарын бояған болмайды. Вторая краска. Бұлай жақсы екен моторы. Шармға да үйлестіріп жіберуге болатын сияқты. Мотор майын ауыстыру керек. Кішкене қарайған. $6000 үйлестіріп жіберетін сияқты, да? Жобамен қарауға болады. Здрасте. Как ваши дела? 500-ге өйтсе. Дело у прокурора. У нас делишки. Ох, это отлично же. Пробег какой здесь? 160. Ваши? 160. Наши, да. 160, да? Это 101 пробег. Вот это 125. Ну, цены разные. Ну, цены разные. Да. Машиналар. Вот это 6-8, 6-7 тоже можно. Қаншаға? 6-7 деп тұр, әлі саудаласқан жоқпыз ғой, сол 6,5 У жобасын меня саудаласамыз тоже ғой. есть такой. Какой? Чапан. Чапан казахский? Казахи щас подарили? покажу, Ой, вы тогда казах же, наш брат, значит. Как вас зовут? Вот Кензу говорит, если ты этого надежь здесь, да? Казах, я тебя не уеду туда, смотри. Давайте завтра. Ага, смотри. Қайсы? Қазақша шапаным бар деп қояды мына кісі. Ой, дейді. Вот это чапан, видишь, да? Вот это все, да? Смотри, смотри. Это Шапаным купили, бар дейді это қазақша. купили вот там, короче, Да, да. Жан, бренд же этот, брендовый Бренд. шапан. Бренд, вот это, куда? Вот это сейчас занесли сюда, короче, да. Саған. Слушай ты. Значит, вы казах заслужил, значит. Молодец. Говорит, вас уважаю. Ой, молодец, Есть молодец. второй брат еще, у меня второй брат еще, короче, там. Он говорит, что шапка, я говорю, нет, а когда я приеду, так шапку принесу. Ты грузин, да? Я грузин. Ой. Как вас зовут? Меня все называют дядя Зураб. Зураб, дядя Зураб. Ой, рад. Дядя. Дядя Зураб. Ой, Зура, осы базардың бір несі болып тұр, бір бұрышын ұстап тұрған жігіттердің бірі сияқты ғой. супер, супер. Зураб, брат, ты нужен. Вот его подельник. Елулік, елу Да? бес. Который мне подарили, это чапан, да. Да? Машина алып бара тұр. Енді алып бара жатсыздар ма, сатып? Алдыңыздар ма? Құтты болсын. Как ты? Почему ко мне не подходишь? Мына машина сатып алып қояды мінекей. Біздің ауылдың балдары Қазақстан балалары За хорошую цену. жақсы баға алдық дейді. Давай, жолдарың болсын. Сәттілік. 15 дней он работает. Да, 15 дней это Кензу, который это мне подарил, короче, да. Понял, Они- понял. они сразу, ну, За хорошую цену Subaru какую? Так, Subaru. Вот это Outback, короче, брат, Белый, да? были 5000. 5000 $5000. цена. Да. Вот Цена это- хорошая, да? Вот это тоже 5000. Да, вот Это это. тоже 5000, Тоже, да? тоже қара машинада бес. А пробег там какой? У него 180, по-моему, у него 270, много пробег, поэтому... Да, Вот не это все наши, вот, да. Ескі Раз, жақ два, көрініп три. тұр. За это... и вот Алыстан эти мен наши, байқап да. тұрмын. А, Алыстан байқап тұрмын кішкене не жақ. Вот пробегтері. это хорошая машина. вот Енді это көрермендер Ну. сұрайды ғой, арзан көлік бар. Ну, окончательно сколько будет? Ну, давай скажем, допустим. Например, 5000 вы просите, окончательно сколько будет? Ну, и минимальная цена. Окончательно, просто документы делают, больше не могу. Да, еще 200 примерно долларов скидка жасап тұр.
$4800 берем деп тұр ғой шамамен. Документы делаю. Вот это хорошая машина. 4-8-ге өзі еще документ жасауға ақша шығарамын дей ма? Иә, документке түсіріп берем дейді. Примерно $150 болады ол доллармен. Соған скид жасаймын дейді 5000-нан. Он говорит, или 4-8 видела, А. или 5000 я делал. Все, понял. Но клиенты просят хороший 55 за хорошую цену. Какой? Вот это? Ну, есть, да, вот 55. Это оба или еще есть? Нет, больше нет. Ну, хорошо, самая минимальная цена. Базар мой Это что Иә. просят? Иә. Мана көрсетіп тұққан жерден. Ну, 2015 дейді. Какой год? 15. 15. LE еще простой. Сколько? Не деп кетті ана ақсақал? Ал дейді мен. Қазір кілтін алып келем дейді. Бағасын айта алмай жатыр. Что-то біздің клиенттеріміздің. 7800. $7800. Крашен детали есть, да? Airbag порванный? Нет. Airbag бар. Не крашеный дейді. 125 пробег, это сквадный пробег. $700 дейді. Капотпен ана крыло боялған, airbagтар атылмаған. Бұның несі комплектация төмендеу екен. Велюр, LE. Ну, пробег жақсы 125. Осындай эксперт болу керек қой, сыртынан қарап тұрып капоты боялған, ана жер боялған дейді. Ну, уақыт үнемдеу үшін ғой осылай қараймыз, ондан соң ары қарай тақсылап қараймыз. Атак қазірше 2 деталь ғана боялған. Таңға болып жүрмін ғой. Ана бағасын айтып беріңдерші, сұрап жатыр, ой, көптің. Ноутбук қанша? Сколько? Брат, Зураб. Қанша айтып? Ну, Вот это. цена, да. Вот это отдам другой, самый крайний, будет 7500. $7500. Машина 17-й год. 17 год. Пробег? 96 пробег у него, 96 недель. Иә, көрермендер, бұл да жақсы бағада екен. 17, 96 мың миль. Мейл қанша сонда? Капот таза екен, боялмаған. Капоты боялмаған. Бұл жерде де велюр комплектация. Ну, Багажник, смотри. Мертвая струна, радары, все есть. крашен детали, это дверь, да, это дверь. Ана есік боялған деп жатыр. Преск боялған екен. Қолын сипақтайды. Артқы крыло боялған, мына есікте боялған екен. Онда арт жағынан бірден болған ғой. Мына есікте боялған. Оң жағынан болған болып тұр ғой. Мыналар крыло боялмаған, былай қарай осылай боялған. Арт жағынан қарта удар болған да, соққан да. Иә. Бірақ бағасы, пробегі жақсы. Негізгі бірінші қарайтын машина егер арзан көлік іздегендерге алды таза болғанын ұсынамыз да, өйткені мазгасы, миы дейміз, моторкары бәрі алдында ғой. Алды таза болса, арты қаттырақ удар болса да, жақсы жасалған болса ештеңесі емес. Негізі алдырылмаған болған жақсы. Фарлары мысалы үшін жарық жақсы түсетін болады. Өзінікі болған жақсы. Енді бағасына қарай ғой. Толық өзінің краскасы бояуында болатын болса, жоғары сұрауы мүмкін. Мысалы үшін 7,5 сұрап тұр. Енді бір 7-ге саудаласуға болады. $7,000-ға 17-ші жылға егер транзитпен жүрем десе, бұл тамаша $3,5 миллион болып кетуге вариант, иә. 17 жылы. $3,5 миллион Винкодын түсірейік, не болғанын қараса болады көрермендер. Винкодын фотомен түсіріп жіберуге болады. Так, мен Гүлікімнің жағаласып жүрмін. Гүліке тұра тұр. Салондары жақсы. Винкод мынау. Қарай қойсаңыздар болады. Сіз хабарласып айта беріңіздер, осы машина керек болса. 100 мың жүрген көліктер қатты тозбайды қарасаңыздар мен. 90 мың, 100-ге жетпеген әлі. 100 мың миль ғой. 90 мың миль, 150 мың километрдей шамада. Ал, осы көлік. Жақсы вариант бұл да. Алам деушілер болса, жақсылап саудаласуға болады. Дөңгелектер жаңа. Айдап шулап алып беріп береміз, тек ақшасын салып жібересіздер. Бәрін көздеріңізше, қайтадан видеомен бәрін көрсетіп, ат үйді асты үстін бәрін қарап. Датчиктері бар екен, датчик ана зат машина алдына келе жатқанда не істейтін. Анау маңдайында тұрған. Иә. Все, спасибо. Сейчас Сейчас клиенту предлагаю, я говорю, окончательно 7 но если реально задаток даст, ну, посмотрим, говорю, договоримся. Если 7400 предлагать, даже не 40 я. Ну, посмотрим, если задаток Нет. оставим. Это Акшан базар же, брат. Нет, Тем более вы с шапаном казахским. Завтра я ему скажу 8500. Завтра. Әйгел дейді ғой, да? Это цена 8500. Жаңа Сиенаны ойланамыз деп кеттік қой енді.
одан тағы да әлде де түртуіміз керек. Себебі біздер деген көп машина аламыз ғой. 2-3 машина аламыз тағы да. Сонымен қосып бәрін түртеміз бұйыртса, енді оны алып отсақ, тағы да көрсетемін бәрін соңына дейін. Осыменен бүгінгі түсірілімді аяқтайық, Гүлке. Айтпақшы, бізге спонсор болған нелерді жаза кетсейші сен ютубқа. Бізге осы жаққа келуімізге мына неге спонсор болған жігіттер бар. Көмек Оларға рахмет көп. Алла разы болсын. Сол азаматтарға қазірде рахмет айта кетейік. Бізге жаңағы спонсор болып демеу көрсеткен азамат Қанат, сосын кім? Қайырбек, Мұрат, Мақсат деген осы азаматтарға Алла разы болсын. Енді қазір кішкене қобалжып тұрмын да, бірінші рет сондай адамдар көмектескесін біртүрлі екен да, осындай машина сіздерге көрсетуге септігін тигізіп жатыр. Тағы да бізге қолдау көрсетемін деген азаматтар болса, әрине қуана біз оларды қарсы аламыз және айтқан көліктердің бәрін көрсетіп бере аламыз дегендей. Алла разы болсын сіздерге. Көп рахмет.